Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит торттардың бірі Whoopie Pie тортын дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Шұңғыл ыдысқа жұмыртқамыз бен қантымызды салып, ақ көпіршік пайда болғанша жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте шұңғыл ыдысқа бөлме температурасындағы сары майымызды салып, шоколадымызды салып, баяу отта ерітіп аламыз. Немесе микроволновкаға да ертіп алсаңыз болады. Оның үстіне қопсытқыш пен какаомызды салып, жақсылап біріктіріп қоямыз. Араластырылып жатқан жұмыртқамыздың үстіне барлығын видеода көрсетілгендей салып, бір келкі етіп масса дайындап аламыз. Түйіршік қалмайтындай етіп жақсылап араластырып болған соң, пергамент қағазының үстіне орналастырып пісіріп аламыз. Мендегі форманың диаметрі 26 см. Бұл рецептмен әртүрлі диаметрде пісіре берсеңіз болады. Шамамен үлкен қасықтың көмегімен 4-5 қасық салмадан салып, қызып тұрған 180 градустағы пешке 8-10 минутқа пісіріп аламыз. Кейін формадан осылай видеода көрсетілгендей ажыратып, сәл суытып, пергамент қағазынан осылай дұрыстап шешуіміз керек. Себебі қорждарыңыз сынып қалуы мүмкін. Ендігі кезекте Whoopie Pie тортының үстіне құятын шоколадымызды ертіп қоямыз. Ол үшін сливки мен шоколадты баяу отта ертіп дайындап қоямыз. Ендігі кезекте кремін дайындайтын боламыз. Шұңғыл іші таза ыдысқа творожный сыр мен қант ұнтағын салып, жақсылап түйіршік қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Кейін үстіне сливкимізді құйып, қою, тығыз, әдемі крем дайындап қоямыз. Барлық қорждарымызды дайындап болған соң, жақсылап суытып барып жинаймыз. Егер де қорждарыңыз ыстық болатын болса, кремдеріңіз ағып кетеді. Арнайы осындай торт жинайтын айналмалы столигімді дайындап, кондитерлік мешокқа 807 номерлі насадканы ішіне салып, кремімізді салып, дайындап аламыз. Видеода көрсетілгендей қорждарымызды кезекпен кезек қойып, кремдерімізді осылай домалақ шарик тәріздес етіп орналастырып, қоржымыздың үстінен баспаймыз. Жақсылап жинап болған соң, манаға ертіп қойған шоколадымызды үстіне құятын боламыз. Егер де шоколадтың құр өзін ертетін болсаңыз, ол қатып қалатын болады. Сол себепті мен сливкимен ерттім. Егер де сізде сливки артық қалмаған болса, кәдімгі 82% маймен де ертсеңіз болады. Видеода көрсетілгенде шоколадымызды екі бөлікке бөле отырып құямыз. Себебі барлығын бір мезетте құятын болсаңыз, шоколадтарыңыз жан-жаққа көп болып ағып кетеді. Өз қалауыңыз бойынша сәндеп безендірсеңіз болады. Бұл мендегі оригинал рецепт. Осы рецептімен дайындап, тапсырыс қабылдасаңыздар да болады. Каналдың дамуына өз үлесіңізді қосып, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды да ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.